Hello, dear friends. How are you? Let's start our lesson. Kanalıma тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Today we have from People's Book exercises page 24, exercise 17. Listen points and repeat, then read and match дейді. Жаңа сөздермен танысып, қасындағы суреттермен сәйкестендіруіміз қажет. The first is uniform. Uniform деген бізде форма, мектеп формасы деп айтамыз. It is picture D. Next, chew gum. It's number 2. B. Яғни сағызды айтамыз. Chew gum деген сағыз, шайнау. B. The next, shout деген сөз айқайлау. It's picture F. Drop litter. Қоқыс тастау. It is picture C. Be quiet. Тынышталу, тыныш. Яғни picture A. Make noise дегеніміз шулау. It is number E. Осы сөздерді жазып жаттап аламыз. The next exercise, number 18. Read. Then point and say their names дейді. Оқып алып, астындағы суреттерге қайсы сәйкес келетінін қоюымыз керек, табуымыз керек. Look at the children at the park yesterday. Қарашы балаларға парктегі. Кеше балалар паркте болған балалар. Гүлнара and Маржан wore their school uniforms. Гүлнара және Маржан өздерінің мектеп формасын киіп алған. Гүлнара and Dana chewed gum. Гүлнара және Дана сағыз шайнап тұр. Ақбота made a lot of noise. Ақбота шулап жатыр. But Қарлығаш was very quiet. Бірақ Қарлығаш өте тыныш тұр. Яғни шуламай тыныш тұр деген. Енді мысалы number 1. Бірінші суреттегі бізде қайсысы шулап тұр? Текстте айтылды, Ақбота made a lot of noise. Демек, бірінші суретте бізде бұл Ақбота. The second picture, екінші суретте бізде chewed gum. Гүлнара and Dana chewed gum, яғни екеуі сағыз шайнады деп тұр. Сондықтан бұл екеуі Гүлнара және Дана. Келесі төртінші суретте Гүлнара and Маржан wore their school uniform дейді. Яғни Гүлнара мен Маржан екеуі мектеп формасын киіп алған деп тұр. Демек төртінші сурет бізде Маржан екен. Және соңғы суретте Қарлығаш was very quiet. Яғни бізде тыныш тұрған ол Қарлығаш екен, бесінші суретте. The next page, mustn't. Яғни бізде балалар must дегеніміз міндетті деген сөз. Ал mustn't болымсыз түрде міндетті емес. For example, you must be quiet in class. Сен сыныпта тыныш отыруың қажет. You mustn't shout. Сен айқайламауың керек. Can деген бізде болады ма деп сұрақ қойғанда қолданамыз. Can I chew gum in class? Мен сыныпта сағыз шайнасам бола ма? No, you can't. Жоқ болмайды. Now exercise 19. Complete use must or mustn't. Яғни міндетті емес деген сөздерді қоюымыз керек. The first picture, you mustn't watch TV all the time. Яғни күні бойы, әр уақыт бойы телевизор қарау міндетті емессің, қарауға болмайды. The next, you listen to your teacher. Сен өзіңнің мұғаліміңді тыңдауың қажет па? Қажет, демек, қажет болса біз must деп жазамыз. You must listen to your teacher. Next, you drop litter in the street. Сен қоқысты көшеге тастауың керек па, керек емес па? Демек, қажет емес. You mustn't drop деп айтамыз. Тастамауың керек. Next, you drink milk every day. Сен күнде сүт ішуің қажет. You must drink болады. Next, you eat in class. Сен сыныпта тамақтануыңа бола ма сабақтың үстінде? Болмайды тамақтануға. You mustn't eat деп жазамыз. Next, you play in the rain. Жаңбырдың астында ойнамауың қажет. You mustn't play in the rain. Okay, next task.
21 exercise 21 talk to with your friends. Watch TV tonight. Досымен бүгін түнде теледидар қарамайды, яғни you mustn't watch tonight деп жазу керек. Eat your sandwich. Сэндвичіңді жеп қою керек. You mustn't eat your sandwich деп ары қарай сөйлемдер құрауымыз қажет. Next, school rules. Unit 2 school rules, яғни мектеп ережелері. Мына жерде exercise 22 22-ші жаттығуда біз must па әлде mustn't па белгілеуіміз қажет. The second sentence, we must or mustn't chew gum. Яғни бұл school rules деген мектеп ережелері. Мектеп ережесінде сағыз шайнамауым қажет. Шайнамау қажет. Демек, we mustn't деп жазамыз, дұрыс жауабын. Next, we must or mustn't shout in class. Сыныпта айқайламауымыз қажет. We mustn't shout. Next, we must or mustn't drop litter. Біз қоқысты тастамауымыз қажет. Бұл жерде де we mustn't drop litter болады. Next, we must be quiet or mustn't be quiet. Біз тыныш отыруымыз қажет мектепте. Демек, we must be quiet. Next, we must or mustn't be kind to others. Бір-бірімізге мейірімді болуымыз қажет. Демек, we must болады. Next, we must climb on the desk. Біз партаға шығып өрмелеп кетпеуіміз керек. We mustn't болады. Next, the last one is we must do our homework. Біз үй жұмысын орындауымыз қажет. Демек, бізде must болады. Түсінікті болды деп ойлаймын, балалар.